Бесміллә, мына тастардың түсуі көңілімді қорқытады. Бұл менің кеше көрген түсім ғой. 21 тас шашылды, 21 тас шашылды. Түсті, кез келген адамға айта беруге болмайды. Әттеген-ай, осындайда жанымда Тайлан болар ма еді? Баяғыда буаз әйел түс көрмейтін бе еді? Түсінде екі бөлтірік екемшегін иеміп жатпайтын ба еді? Ояна кетіп, абысының айтса, ойбай сорлы, сені қасқыр жеп қояды екен, демейтін бе еді? Отынға кеткен бейшараны шындығында да қасқыр талап өлтірмейтін бе еді? Апа-сапа болып марқұмды жерлеп қойған соң, әлгі жағдайда абысына енесіне айтқанда, қап жүзі қарай, түсті сөйтіп жаманға жорушы ма еді? Ол бейбақ егіз ұл табатын еді ғой, демеуші ме еді? Бұл күндері, бұл жағдайда буаз қатынға айырмасы қанша? Жүрегімнің басы май ішкендей, күлкіп жүргенде өз баламды өзіп жуылмай-ақ қояйын. Көп болса, Тайланға ат шаптырып жортып алармын. Ханем, Кел, Мырзатай, төрлет. аманшылық па, ханем? Аманшылық. Хабарында айта отыр. Айта отырған хабарым шамалы. Басшылықтар не дейді? Басшылықтар не деуші еді? Сол баяғы үндемейді. Жол жүре келе жатқан елдерде хабар бар ма? Олардікі бір дүлгіш, башқұрттар өздерімен өздері қуандатып жүрген жоқ. Ар шапқаннан бер шапқанға қарағанда менше олар біреулер басым жүрген секілді. Ел шаттандырамыз деп жапқан жыланның құйрығын өзіміз бастық. Жолаушылардан хабар бар ма? Жолаушы дейсіз бе? Менше олардан хабар жоқ секілді. Болса өзімде айтар едім ғой. Оларды патшалар ұстап отырған секілді. Ханем, қымызыңыз бар ма? Мырзатай, қымыз сапырында. Ханем, жолда Тайланды көрдім. Жездеңе сәлем айт деп еді. Мойнына бош болмасын. Тайлан жан ба? Баласын көрдің бе? Өскен бе екен? Өскенде қандай? Аттың құлағында ойнап жүр. Ендеше сәйгүліктер дайынданды. Тайлан ауылына қарай жол тартамыз. Құп болады. Ұлы жүз ұлымын деп, орта жүз ортамын деп, кіші жүз кішімін деп, кішілігін танытса, мен өз кішілігімді танытып, 300-дің басын қосуым қажет. 300-дің басы қосылған жағдайда ғана біз сырттан келген жауларға төтеп бере аламыз. Негізі Тайлан дұрыс айтады. Мырзатай, қонақтарды кіргіз. Ассалаумалейкум. Уағалейкум. Төрлетіңдер. Ал, Мырзатай, айтарың бар ма? Ханем, мына отырған халық күтіп қалды. Сонда халық не дейді? Осы отырған игі жақсылардан жақсы сөз естімей кетпейміз дейді. Ал игі жақсылар, жақсы сөздерін аямаңдар. Ел бірлігі туралы 3 ауыз сөз. Отыр Мырзатай. Дейсің бе? О, әлеумет, жылқы біткен көк кісінесін кеткен жоқ па? Әйелі біткен көк кісінсіп кеткен жоқ па? Ер жетіне ер жетсе, артынан жалап анам болар. Көп сауытты қатын, көп найзалы балам болар. Ал жастық пен кәрілік туралы айтарлар бар ма? Жастық пен кәрілік дейсің бе? Үй сыртында төбен болса, еріктеулі тұрған атын ғой. Ел ішінде қарайын болса, жазылып тұрған хатын ғой. Жалықпайды екен деп сөкпе жасықты. Бәріне шыққан тегі сол. Қалқылайды екен деп төкпе қатыпты. Ертеңге жетер шегің сол. Дұрыс айтасыңдар. Енді жомарттық пен сараңдық туралы айтарлар бар ма? Жомарттық пен сараңдық дейсің бе? Жомарттыққа құсу айттың куәге жомарттығы, молданың дуаға жомарттығы. Жомарттықтың бір жаман түрі, еркектің жетекке өңшектігі, әйелдің етекке өңшектігі жаман. Дуаған жомарт, молда малынан қағылар. Куәге жомарт, құсу айт, абыройынан, арынан қағылар. Жігіттің көңілшектігі соры, ең жаман жомарттық, уәдеге жомарттық.
Иә, дұрыс айтасыңдар. Енді сарандық туралы айтарларың бар ма? Ең жас сарандық, қасына барға сарандық, досына жоққа сарандық. Көсе қыздардың алдына жанына сарандық. Айналдырған арудың алдына жанына сарандық. Тамыр мен тамырдың арасында оқшаға сарандық. Дос пен достың арасында босаға сарандық. Иә. Тағы да қояр сұрақтарың бар ма? Дұрыс айтасыздар хан ием. Ал ұл мен қыздың қалпында не дейді екенсіздер? Ұл өссе ұрпақ, қыз өссе өріс деген. Ұл атқаннан, қыз тұншыққаннан өсін. Ел болам десең, бесігіңді түзе. Ел бірлігі туралы бір ауыз сөз. Бірлік болмай, ешқашан тірлік болмас. Иә, дұрыс айтасыңдар. Елді біріктіріп сақтау үшін, қазақ халқы таза сақтау үшін, қайыспас қайрат, от екпін, арыстанды жүрек қажет. Бірлестіру қиын, жауластыру оңай дегендей, иә, алақандарын жайыңдар. Қазақ халқы мәңгі болсын, еліміз өрлесін, ерлесін, біз тек терезесін тербетеміз, азат ел болайық, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Әумин. Әумин.